Біріккен ұлттар ұйымына қай елдер көп жарна төлейді, және не үшін Біріккен ұлттар ұйымы әлемдегі ең ірі халықаралық құрылым? Оның жұмыс істеуі соғыстарды тежеу, гуманитарлық көмек көрсету, босқындарды қорғау және бейбітшілік миссияларын жүргізу тікелей мүше елдердің жарнасына байланысты. Бірақ бұл жарнаны барлық ел бірдей төлемейді. Негізгі ауыртпалық бірнеше ірі мемлекеттің мойнында. Неге кей елдер көп төлейді? Біріккен ұлттар ұйымындағы жарна көлемі елдің экономикалық қуатына байланысты есептеледі. Экономикасы күшті мемлекет көбірек төлейді. Экономикасы әлсіз ел аз төлейді. Бұл жүйе әділетті деп есептелгенімен дау да көп тудырады. Жарна төлеудің басты себебі біреу әлемдік тұрақтылықты өз мүддесіне сай сақтау. Кім көбірек төлейді? Сол ұйым ішінде көбірек ықпалға ие болуға тырысады. Америка неге ең көп төлейді? Америка Біріккен ұлттар ұйымының ең ірі қаржылық тірегі. Ол ұйымның негізгі бюджетіндегі ең үлкен үлесті көтереді. Америка жыл сайын Біріккен ұлттар ұйымының негізгі бюджетіне $800 миллион астам, ал бейбітшілік миссияларына $2 миллиард артық қаржы бөледі. Жалпы алғанда, Американың жылдық жарнасы $3 миллиард асады. Бұған бірнеше себеп бар. Америка өзін әлемдік тәртіптің кепілі ретінде көреді. Біріккен ұлттар ұйымы арқылы өз саяси ықпалын күшейтеді. Соғыстарды өз аумағынан алыс ұстап тұруға мүдделі. Сондықтан Америка ұйымға ең көп төлейді және сонымен бірге ең көпсін айтады. Қытай неге үлесін көбейтіп жатыр? Қытай соңғы жылдары Біріккен ұлттар ұйымына төлейтін жарнасын күрт арттырды. Қазір Қытай негізгі бюджетке жылына $500 миллион астам төлейді. Ал бейбітшілік миссияларына қосатын үлесі $1 миллиард шамасында. Бұл кездейсоқ емес. Қытай Біріккен ұлттар ұйымын өзін жауапты держава ретінде көрсету, Африка мен Азияда бедел жинау, Америкаға балама күш ретінде көріну үшін пайдаланады. Ақша арқылы ықпалын арттыруға тырысып жатыр. Жапония, Германия және Еуропа елдері. Жапония Біріккен ұлттар ұйымына жыл сайын $400 миллион астам жарна төлейді. Германияның жалпы төлемі $300 миллион асады. Франция мен Ұлыбритания әрқайсысы негізгі бюджет пен миссияларды қосқанда жылына $200 миллион артық қаржы бөледі. Бұл елдер үшін Біріккен ұлттар ұйымына ақша төлеу, әскери күшсіз ықпал ету жауапты держава бейнесін сақтау, әлемдік шешімдерге қатысу мүмкіндігі. Ал неге кей елдер төлемейді? Көптеген дамушы мемлекеттер жарнаны кешіктіріп төлейді, немесе мүлде төлей алмайды. Кейбір елдердің жылдық үлесі небәрі ондаған $1000 ғана болса да, оны өтеу қиынға соғады. Себептері экономикалық дағдарыс, сыртқы қарыз, ішкі тұрақсыздық. Ал кей елдер әдейі төлемей оны саяси қысым құралы ретінде пайдаланады. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы бұл туралы ашық айтқан, кей мемлекеттер жарна төлемей тұрып ұйымнан бәрін талап етеді деген сөзі бірнеше рет қайталанды. Жарна не үшін қажет? Бұл ақша жай ғана қағаздағы бюджет емес. Ол бейбітшілік миссияларына, аштықпен, күреске, босқындарға көмекке, табиғи апат кезіндегі құтқару жұмыстарына жұмсалады. Яғни бұл қаржы болмаса, Біріккен ұлттар ұйымы қағаз жүзіндегі ұйымға айналады. Қорытынды. Біріккен ұлттар ұйымын бірнеше ірі мемлекет қаржылай ұстап тұр. Олар мұны қайырымдылық үшін емес, өз қауіпсіздігі мен ықпалын сақтау үшін жасайды. Ал ақша азайса ұйым әлсірейді. Ал әлсіреген ұйымның салдарын бүкіл әлем сезінеді. Біріккен ұлттар ұйымының ақшасы азайса, бейбітшілік те азаяды. Осындай видеолар ұнаса, арнаға жазылып, лайк басып, комментарий жазып қолдап қойыңыз. Сіздің қолдауыңыз бізге келесі видеоларды шығаруға үлкен шабыт береді.